Саламатсыздар ма балалар? Бүгін математикадан 3-ші сынып 54-ші сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы симметриялы және симметриялы емес жазық фигуралар. Сен бүгін фигуралардың не екенін білетін боласың. Бірінші, ежелден қазақ халқы өзінің үйі мен киімін әртүрлі ою өрнектермен сәндеген. Суреттерді қарап шық. Ою өрнектерден қандай геометриялық пішіндерді көріп тұрсың? Егер әр суретті тең екіге бөлсек, онда бөлігі не туралы айтуға болады? Қағаздан қиып алынған дөңгелек, шаршы және тіктөрт бұрышты тең екі бөлікке бүкте. Жарты бөліктері туралы не айтуға болады? Егер түзу сызық фигураны тең екі бөлікке бөлсе, бұл фигура түзуге қатысты симметриялы деп аталады. Фигураны тең бөліктерге бөлетін түзу симметрия өсі деп аталады. Яғни фигураны тең екі бөлікке бөлсе, бұл фигура түзуге қатысты симметриялы деп аталады. Ал фигураның тең екі бөлікке бөлетін түзу симметрия өсі деп аталады. Яғни симметрия дегеніміз бұл жерде қағазды бірде екі бөлікке бүктеу арқылы симметрия өсін анықтайды екенбіз. Ою өрнекте осылайынан бөлуге болады. Симметрия өсі. Келесі, симметриялы фигураларды және ой өрнектерді ата. Кез келген фигураны ал, бүктеу арқылы олардың симметрия өсін тап. Симметрия өсі ой өрнекте осылай тең бөлікке бөлсек болады. Мынау 6 қабырғаны осылай бөлсек болады. 3 бұрышты осылай симметрия өсін бөлсек болады. Оюды екіге бөлсек болады. 8 бұрышты осылай бөлсек болады. 8 рет симметрия өсі. Келесі, дәптеріңе симметриялы фигураларды аяқтап сал. Бұл жерде астында тіктөрт бұрыш берілген, осылай сызамыз. Әсінде 3 бұрыш берілген, осылай сызамыз. Бысында шеңбер берілген, осылай сызамыз. Және бұлардың симметрия өсі қақ ортасынан бөлінген. Дәптерімізге мұқият сызып аламыз. Келесі, есептерді шығар. Ою өрнек жасау үшін 9 метрлік 5 бума тоқыма бау және тағы 20 метр тоқыма бау сатып алынды. Барлығы қанша метр тоқыма бау сатып алынды? Әсі, бір бумада 186 ою өрнек, ал екіншісінде одан 75 артық ою өрнек бар. Екі бумада барлығы қанша ою өрнек бар? Бұ тапсырмасы. Бір шеберханада 12 тігінші бар. Бұл екінші шеберханадағы тігіншілер санынан 9-ы кем. Екі шеберханада барлығы қанша тігінші бар? Бұл жерде бізге 3 асы, әсі, бысының да нақты шығарылған есебі көрсетілген. Соны мұқият дәптерімізге жазып аламыз. Бірінші тапсырма, екінші тапсырма және үшінші тапсырма. Дәптерімізге мұқият жазып аламыз. Келесі, теңдеулерді шеш. Өте қарапайым. Бірінші теңдеудің шарты 8-де 8-ге тең болған. Екінші теңдеудің шарты 7-ге 7-ге тең болған. Үшінші теңдеудің шарты 155-ге 55 тең болған. Төртінші теңдеудің шарты 42-ге 42 тең болған. Осы есептерді мұқият дәптерімізге жазамыз. Бірінші, екінші, үшінші және төртінші. Алтыншы тапсырма. Симметриялы заттарды ата. Өзің де мысал келтір. Парақты дәл ортасынан бүкте. Симметриялы сурет қиып ал. Өзіміз дәптер аламыз және сол дәптерден парақ алып, кез келген пішінде симметриялы сурет саламыз. Ал енді бізде тапсырмада симметриялы суретті қиып ал деп тұр. Бізде мына көбелек берілген. Көбелектің жарты бөлігі мынау болады. Яғни бұл жерде көбелектің ғана жартысы бар. Егер де сағатты қиятын болсақ, ортасынан мына жерде бізде қағаз берілген, ою өрнек. Бұны қайшымен қақ ортасынан бөліп тұрмыз. Дәптерімізге осылай жазып аламыз.
Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.